Біздер осы Атырау қаласында Түркістан облысының туристік қызмет саласындағы өкілдері Түркістан облысының туристік әлеуетін таныстыру жұмысын жүргізіп жатыр. Атырау өңірінің ірі компанияларына, кәсіподаққа, туристік қызмет саласындағы туроператорларға екі жақтық байланыс орнату мақсатында, одан кейін әрине туристік әлеуетті таныстыру. 2024 жылдың қаңтар-қыркүйек айларына облысқа 112 мыңнан астам туристер келді. Оның ішінде ішкі туристердің саны 94 мыңнан асы, сырттан келуші, яғни шетел туристердің саны 18 мыңды құрады. Облыста бірнеше туристік нысандар бар. Соның ішінде мәдени танымдық деп біздер Сарайшық музей қорығын айта аламыз. Себебі жыл сайын келуші туристердің саны артуда. Биылдың өзінде 10 айға 14 мыңнан аса туристер келді. Енді алдағы уақытта осы келуші туристердің санын арттыру бойынша біздер жұмыстанатын боламыз.